Бүгін осы S-Global деген компания туралы сіздерге айтып таныстырғымыз келіп жатыр. S-Global компаниясы Малайзияның компаниясы, өте жоғары сапалы инновациялық өнім деген статусқа ие болған. Мына жерде біз бір жылдай уақыт болды істеп жатқанымызға, бірақ осы 4-5 ай болды офис ашқанымызға арнайы. Себебі бұл жерде біз бірінші өзіміз ішіп, денсаулығымызды түзеп, кішкене нәтиже көріп, одан кейін барып біз адамдар қайта бастадық. Енді бұл мәселе қазір денсаулық бірінші орында. Барлық жерде больницаға барамыз, больницаға барсақ химикатпен улайды, ластайды деген сияқты ғой. Одан нәтиже көріп жатқан адамдар аз. Былтырғы жылы емес, осы 3 жыл бұрын менің жездемді өтін алдырам деді. Одан грижа пайда болды, грижасына операция болады деді да, бір тамырынан тиіп кетіп, 63 жасында, 64 жасында қайтыс болды. Одан да басқа көптеген білесіздер, пышаққа түсіреді, одан қала берсе жаңағы больницада өмір бақи байлап қояды. Инсулинге, сахар болса инсулинге байлап қояды, давление болса жаңағы картоплин дейді, в общем, давлениенің дәрісіне байлап қояды. Бірақ өмір бақи дәрі ішіп жүреміз, химикатпен улап организмді өлтіреді екенбіз. Біздің адамның ағзасы негізі ауру неден келеді дейді. Біз енді өзіміздің басымыздан өткеннен кейін, денсаулығымызға байланысты келгеннен кейін мына жерге біз маркетингті біз бірінші орынға қоймаймыз, бірінші біз денсаулықты қоямыз да. Мен өзімде былтырғы жылы 14 түрлі диагноз қойған, давление 200-100 жүрген, хронический бронхит, өмір бойы ес білгелі, одан кейін тізе, мына тізе сияқты аяғымды баса алмаймын, қияштардың барлығы желініп кеткен, желек майы таусылып қалған деп мен қатарда аяқтарына жаңағы не салдыртып, аяғына не салдыртам деп, одан сайын жүре алмай қалғандар болды. Ал біз енді Аллаға шүкір, Құдайға шүкір, қазір деп айтамыз, денсаулығымызды осы жерде Алланың құдіретімен түзеп жүріп, қанша адамдарға жақсылық жасап жүріп, қазір әлемді шарлап, биылғы жылы Малайзияға барып келдік, командамызбен Дубайға барып келдік, кеше Қырғызстанға барып келдік, Москваға барып келдік. Сөйтіп осы компанияның нелерін аралап, кешенге тойлап, билеп жүріп, денсаулығымызды түзеп, қанша адамға жақсылық жасап, әлемді шарлап, табыс тауып жүрген жағдайымыз бар. Қуанышпенен жүріп, сол қуанышымызбен сіздермен бөліскіміз келеді, адамдарға айтқымыз келеді, больницасақ емделуге болатын жағдайын көрсеткіміз келеді. Мына компанияда біз жаңағы айтып өттік, Малайзияның компаниясы деп, анау отырған 3 жігіт, оның ортасындағы жігіт, 34 жасар жас жігіт, жас болса да әлемдік деңгейде осыншама сертификат алып, осындай өнім шығарған. Мына өнімдерге бәріне де 5 жұлдызды премиум класс деген медаль тапқызған жігіт. Ал оны шығарған өнімдерді доктор Чан деген қасында тұрған 45 жастағы келіншек, қазір былтыр биыл Малайзияға барған кезде апрельде қасында отырып, шай ішіп, сөйлесіп, клиникасын барып көріп келдік. Малайзияда үлкен біз сияқты больницалар сап тастаған емес, біз сияқты аптекалар сап тастаған емес, больницаның былайша айтқан кезде аурудың жоқтығасы. Себебі оларда не клиникалар бар, шағын-шағын, тап-таза, кішкентай клиникалар, заводына барып көрдік, заводтар жақсы, шағын ғана, бірақ бүкіл әлемді осы өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Сол заводқа халал деген сертификат беріп тұр, заводтың өзіне. Неге? Себебі ол жерде ислам мемлекеті, Малайзия мемлекеті, ол жерде бір нәрсеге зиян келетін болса, ағзаға, сондай өнім қосатын болса, или зиян келтіретін жағдай істейтін болса, адамдарға пожизненно соттап жібереді екен, или ату жазасына бұйырады екен, сондай бір заңдар бар екен, қатал, оңайлықпен сертификат бермейді екен, оңайлықпенен жаңағы өнімдерді шығартпайды екен. Ал енді сондай мемлекеттен қазір біздің мемлекетімізге 1,5 жыл, 2 жыл болып қалды, құда қаласа 2 жыл болды, осы компания келіп жұмыс жасап жатқанына. Қаншама адамдар нәтиже көріп жатыр, қаншама адамдар операциядан қалып жатыр, қанша больницадан шығарып тастап, бір апта қалды деген адамдар аяқтан тұрып келіп, рахмет айтып, цирроз печень жақсы болып, онкология жақсы болып, лейкемия жақсы болып жатқан жағдайлар бар бізде. Даже 7 жыл, 8 жыл көтермеген келіншектер, жігіттер белсіздікке айналған жақсы болып, рахмет айтып отыр да. Сол үшін айтып отқанбыз, алғы сайта ала жүріп, табыс тауып, әлем шарлап жүрміз деп. Енді осындай өнімді 5 жұлдызды екінің бірі бермейді. Өте жоғары сапалы инновациялық өнім деген атаққа ие болған осындай өнімдерді ішіп, адамдарға айтып, қорықпастан көзімізді жұмып тұрып, әлемге паш ететін жағдайымыз бар. Анау тұрған сертификаттардың барлығы біреуі халал деген сертификат,
біреуі хас деген сертификат, біреуі жаңағы GMP деген сертификат, ол жаңағы ISO деген сертификат, FDI деген Американың Минздрав берген сертификаты бар. Сосын Малайзияның Минздравтан алған сертификаттары бар. Бұлар әрі тамақ есебінде, әрі ем есебінде пайдалануға болады деген сертификаттар. Сертификаттарды әшін бере алмайды. Тем более әлемдік деңгейде 4 мемлекетте бұл клиникалық испытанияны адамдарға жасаған. Көп компаниялардың өнімдерінде қоянға, тышқанға жасап жатады да. Мына компаниядағы бір ерекшелігі ол не істейді? Адамдарға жасалады клиника. Даже ана Жеплекс деген өнім суставтарды жақсартады да. Осы баланың анасы аяқтан жүре алмай қалады. 60-тан асқан апай, сол кісінің өзіне жасатылады 4 ай. Жүре алмай қалған, аяқта жаңағы ет пен ненің арасындағы хрящтары желініп кеткен. Операция қыламыз деген, титан қоямыз деген, оны қойғызбаймын. Мен мамамды жаңағыдай коллега қылмаймын деп, ана жігітке қызға тапсырма береді, докторшанға сөйтіп мына өнімді шығартады. Осы өнімді 4 ай ішеді, мамасы өткенде барған кезде жүгіріп жүр ғой. Мамасына істеген, анасына екінің бірі жаман болса істемейді да. Құдайға шүкір. Сондай бір керемет күшті өнімдер туралы кішкене айтып өтейік қазір. Соның бар жайлап бөлісеміз нәтижелерімізбен тағы да. Міне көріп тұрсыздар ғой, екінің бірінде мына Швейцарияда арнайы мекеме бар. Осы өнімдердің барлығын ішіндегі досконально тексереді. Бұның өте жоғары сапалы болғаннан кейін ғана береді мына 5 жұлдыз дегенді. Инновацион бір Нобель сыйлығының иегері. Әшін келмейді. Мына біздің командамыз. Енді мына өнімдер бізде анау көргеніңіздей треугольник здоровьеда басталады. Әңгіме бізде осы 3 жаңағы денсаулық саласындағы 3 бұрыш деп айтамыз ғой. Содан басталады әңгіме. Бәріміз кірген кезде осыны аламыз. Біз бұны үстіне қойып сатпаймыз. 57,1 теңге осы бір ай ішетін өнім. Ауруның бәрі біз неден келеді екен? Ауру бірінші шылақтар, организміміз ластанады, уланады, ішіп жатқан, жеп жатқан тамағымыз таза емес, жұтып жатқан ауамыз таза емес, ішіп жатқан суымыз таза емес. Мына шайнектің ішін бір ай жумасақ көтере алмай қаламыз. Неге? Қақ тұрып қалады. Рас па? Қақ тұрып қалады. Оны қырып жуып жатады. Күндегісін күнде жумасаң білінбейді да. Сол сияқты адамдар мысалға қазір 60-ға келдік, 70-ге келдік, 80-ге келіп жатқандар бар. Кеше көрдіңіздер, 80-75-78-ге жүгіріп келіп жатқандарды. Сол айтады, бірінші ауру ластанудан басталады екен. Егер де біздің ағзамыз таза болатын болса, бізде ауру болмайды екен. Бірінші ауру келетін да. Себебі мынау жаңағы біздің өтіміз, бауырымыз толады. Неден? Құмнан, тұздан жаңағы. Содан кейін химикаттан толады да. Ал ағзаға жарашып кетеді, кейбіреулер қараса беттер дақ басып кетеді, біреулердің жаңағы аяқтары тілініп кетеді. Не үшін? Ол айтады екен, біздің ағзамыз айтады екен. Адам айтады екен да, менің ластанып кеттім, мен тазала дейді екен да, айқайлайды екен, крик души дейді ғой. Оны түсінбейді екен көбісі.